басталды. Кооператив енді былай айтқанда өз басым үйсіз қалып, далада квартира жалдап, енді оның алдыда басқа қалаларда жүріп, әрине жұмыс істеп жүргенде, мысалы Астана, Алматы қаласында квартира снимать еткенде нормально. То есть басқа қалаға келесің, квартира снимать етесің, әйтеуір Оралда елде өзінің үйің бар дегендей проблем жоқ, да? Ал енді Оралға келіп, бір жұмыстар бастап, бір жұмыстарға ақша салам деп үйді саттық, в общем, бүйтіп далада қалып, квартира снимать етіп бастағаннан кейін уже как бы қиналып кеттік, как так өзіміз туған елде, туған жерде, туған қаламда өзім квартира снимать етіп жынды болып отыру мынау деген сұмдық жағдай деп, сосын қалай енді болады үй алу, жан жаққа бас көрдік, жаңағындай басқа кооперативтерге ақша беріп ұшып кеттік, алданып қалдық, сосын басқа ЖКХ-ларға ақша беріп ұшып кеттік, алданып қалдық, сосын банктерге ақша беріп ұшып кеттік, алданып қалдық. Одан сосын мынандай сетевой деген сияқты нәрсе шықты, оған да ақша салып, одан да алданып қалдық. Сөйтіп 3 миллионнан астам ақшаны далаға жойып жіберген екенмін. Анаған салып, мынаған салып. Сөйтіп жүргенімде, в общем, не керек? Қой, енді барлығы алдап жатыр. Неге осы біреу алдамайтын біреу шықпайды екен, бір алдамайтын біреуге тап болсам екен деп өзім ізденіп жүргенімде сосын ой келді, неге бұны біздер жаңағындай енді бәрін ойлары алдайтын болса, біздер алдамайтын, сізге үй алмаған. Яғни осы үй алмай жүргенде біздер не істедік? Осы кооператив ашып, кооперативтің ішінде енді өзім басында басқа кооперативтерде болғанында мысалға деген нақты ешкім уақыт бермейтін еді. Болады, болашақта аласың, осылай салсан деген сияқты әңгімелер болды. Сондықтан біздер нақты әр адам договорында жазып қойдық. Осы уақытпен, осы аймен, осы айдың аралығында кооперативтен үй аласыңдар деп жазып қойдық та, және де сол жазғанға байланысты уже ақшасын беріп отырдық, үйлерін алып беріп отырдық.